Здравствуйте, ребята! Давайте начнем наш сегодняшний урок 53. Откуда ты? Вода. Су, сен қайдан келесің? 53 сабақ. Егер менің сабақтарым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен күтемін. Ал енді бастайық. Послушай стихотворение. Өлеңді тыңдайық. Спросил на днях малыш-сосед у струйки, льющейся из крана: откуда ты? Вода в ответ: издалека, из океана. Ты газировка, что пищишь? Из бурлящего стакана донесся шепот: знай, малыш, и я пришла из океана. Удивительно, не так ли? В супе, в чае, в каждой капле звонкие льдинки и в дождинке, и в росинке, и в снежинке нам откликнется всегда океанская вода. Су қайдан келеді екен? Біз ішетін суымыз, шайымыздағы, сорпамыздағы судың барлығы қайдан келеді дейді? Ол мұхиттан келетін су екен дейді. Яғни жер асты сулары арқылы бізге келіп отыратын сулар. Ары қарай. Продолжи словосочетание. Сөз тіркестерін жалғастыр. Запиши в тетрадь. Су қай жерлерде болады? Бірінші жаттығуға қарап, орындауымыз қажет. Су қай жерде болады? В супе, в чае. Жалғастырамыз ары қарай. Қараймыз. В супе, чае, в каждой капле, льдинке, в дождинке. Льдинке. В каждой капле. Тағы да қаяқта бар. И в росинке, и в дождинке. Тағы да мен нені қалдырып кеттім? Көріңіздерші. Мен не жазбай кеттім? Қарайықшы. В снежинке, газировке. Газировке. Тағы да мен нені қалдырып кеттім? Соны толықтырып жазыңыздар. Ал мен келесі жаттығуға өтемін. Енді упражнение 3. Образуй слова-признаки. Яғни мына жерде вода из льда. Судан алынған су. Мұздан алынған су. Лед, мұз. Яғни мұздан алынған су. Енді осыдан біз сын есімді жасауымыз керек. Слова-признак, сын есім. Какая деген сұраққа жауап беру керек. Вода из льда, значит, она какая? Она ледяная. Вода из дождя, она дождевая. Ары қарай. Вода из речки речная. Вода из моря какая? Морская. Вода из океана какая? Какая? Океанская. Какая деген қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Океаннан келетін су қандай? Ол океанская деп жауап беріп тұр. Сын есімге ауыстырдық. Мына беттің барлығы, мына қатарда жазғанның барлығы сын есімдер. Қандай? Какая деген сұраққа жауап береді. Аренді ары қарай. Упражнение 4. Знаешь ли ты? Сен білесің бе? Прочитай и спиши текст.
оқимыз және көшіріп жазамыз дейді. Бірінші, ең алдымен. Многие озера и реки получаются из небольших ручейков, которые вытекают из родников. Наш народ любит и бережет родники. Он обкладывает их камнями, ограждает, делает над ними навесы. Қазіргі біздің көлдер, өзендер, бұлақтардан шығып, бір жерге орналасқан, немесе өзен болып ағып өтетін бұлақтардан бас алады. Біздің халқымыз бұлақтарды өте жақсы көреді және оны сақтауға тырысады, көзін ашады. Бұлақ көрсең көзін аш дейді. Адамдар бұлақты біз жан-жағын қоршап, оны ластамай, үстін жаман заттардан қорғауға тырысамыз. Ал енді мына жерде бізде сөздер берілген екен. Родниковое, темное, холодное, студеное, теплое, прозрачное, мятное, грязное, хрустальное. Яғни осы сөздер қайсысы біздің бұлаққа айтуға сәйкес келеді? Мысалы, родниковое бұлақтың суы, темное қара келмейді, холодное десе болады, студеное, немесе бұлақтың суы көбінесе мұздай болып келеді, теплое болмайды, прозрачное, грязное болмайды, хрустальное, яғни шыны сияқты тап-таза дегендей. Осы сөздер бұлаққа айтуға келетін сөздер. Енді, чем похожи выделенные в тексте слова действия? Поставь к ним вопросы. Мына жерде бізде любит, бережет, обкладывает, ограждает, делает деген слова действия сөздерді қарамен жазылған. Слова действия деген етістік, яғни не істейді деген сұраққа жауап береді. Ал орыс тілінде что делает? Жазып қояйын. Что делает? Что делает? Любит, бережет, обкладывает, ограждает, делает. Дегеннің барлығы слова действия. Іс-қимылды білдіретін сөздерге біз что делает деген сұрақпен жауап беріп тұрмыз. Ары қарай жалғастырамын. А теперь дальше пошли, подумай. Упражнение 5 подумай. Состав предложений с местоимениями и словами вода. Яғни мына жерде біз бірінші сөйлемнің басына местоимение қоюымыз керек. Яғни мына жерде бізде сөздер берілген. Мне, я, он, мы, тебе, ему деген местоимениялер қойылған. Және сөйлемнің соңына вода, яғни су сөзін қоюымыз қажет. Бірақ суды окончаниесін дұрыстап жазуымыз қажет. Мысалы, я люблю, бірінші сөйлем я, мен деген сөзді қоямыз. Я, мен жақсы көремін суды. Я люблю воду. Я люблю воду. Ары қарай я кетті. Он, ол пьет чистую воду. Ол таза суды ішеді. Мне нравится пресная вода. Мы бережем воду. Біз суды үнемдейміз, сақтаймыз деген сөз. Яғни, мына бетке біз местоимениялер жаздық, ал сөйлемнің соңына вода, яғни су сөзін окончаниелерін дұрыстап жазып шықтық. Я люблю воду. Мен суды жақсы көремін. Он пьет чистую воду. Ол таза суды ішеді. Мне нравится пресная вода. Мы бережем воду деп сөйлемді толықтырып жазып шықтық.
осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау, сәлемат болыңыздар.